Адамның жаны қай жерде? Бұл сұраққа әрине ауырған жерінде деп жауап береді кез келген қазақ. Әр халықтың тарихи қалыптасқан сенім-нанымдары болады. Бұл сенім-нанымдар ерте дәуірлерде туып, келе-келе белгілі бір жүйеге түсіп, әр текті философиялық зейін арқылы түйінделіп, категориялық және ұғым зерделерімен қабысып отырады. Осындай көне ұғымдардың санатына халықтың демонологиялық түсініктері де жатады. Демонология дегеніміз адам немесе хайуан пішінінде өмір сүреді деп саналатын, дүниеде болмайтын, бірақ санада қалған рух, жын, пері, албасты, сайтан және тағы басқа жөніндегі жалған түсініктер, елестер және ұғымдар жиынтығы. Демонология жалған қияли көзқарас негізінде туады да, халықтың мифологиялық түсінігімен астасып жатады. Демонология жалған керітартпа көзқарастан туындайды. Дүниені тану процесс кемшіліктері мен қателіксіздер болмайды. Бұл объективті нәрсе. Өйткені шындықты бейнелеу аса күрделі, әрі қарама қайшылықтарға толы процесс. Сондықтан да тану барысында қол жеткен ақиқаттың өзі үнемі салыстырмалы түрде болады. Жан көне санскриттік атау. Жан атауына исламның қатысы жоқ. Жан туылған, жасалған мағынаны білдірсе, бұл ұғымға төркіндес жын, білім, ақыл, ой, рух, жақсылық, ізгілік секілді мағынаны білдіреді. Жан туралы түсінік қалай пайда болған? Бұл түсініктің дүниеге келуі жерлеу салтының қалыптасуымен тығыз байланысты екенін ашып айтқан жөн. Алғаш адам баласы пайда бола бастаған дәуірлерде дін болмағаны белгілі. Сондықтан өлікті жерлеу дәстүрі де болмаған. Өйткені бұл Құдай туралы түсініктің өріс алмаған халықтардың Құдайдың не екенін білмеген кезі еді. Дін тарихын зерттеуші белгілі совет ғалымы Владимир Зыбковецтің пайымдауынша, көне және кейінгі палеолит дін пайда бола қоймаған дәуірге жатады. Ғалымның болжамына қарағанда бұдан 40 мың жыл бұрын мустер мәдениеті кезінде діни түсініктер пайда болады. Осы дәуірден бастап тірі өлік туралы нанымдық көзқарас белең алады. Әсіресе көзі тірі кезінде төңірегіндегілерге ықпалы болған адамдардың мәйіттеріне киелі деп қарау қалыптасады. Рубасылар, қолбасшылар және ақсақалдар осындай адамдардың санатына жатқан рулық қауым олардың өлігін аса қадір тұтып отырған. О заманда жерленген өліктер қабірлерінен шығып, адамдар арасына қайтып келеді деген сенім болған. Уақыт жылжып өте береді. Алғашқы қоғамдық сана қалыптасты. Діни сана бірте-бірте басқа сана түрлерін ығыстырып, қоғамның тағдырына араласа бастайды. Солардың бірі жан туралы сенім еді. Жан деп түсіндірді алғашқы қауымдық құрылыстың абыздары. Адам өлген соң денеден шығып, дара өмір сүретін материалдық дене. Дәстүрлі қазақ ұғымы да жанды материалдық белгілер арқылы сипаттайды. Мәселен, жан шықты, шыбын жан, жан ашу, жанымды қоярға жер таппадым, жаным қиналды, және тағы басқалар. Әдетте жан өте нәзік, оның тұрушылары мен жәбірлеушілері көп деп уағыздалады. Жан адамның ең осал жері, сөйте тұра ол адам денесіне еркімен кіріп, шыға алатындай күйде болуы да шарт. Осы негізінде дін жанды көбелек, шыбын, құс түрінде бейнелейді. Кейде жан адам тұрпатына да енеді. Ескі сенім-нанымдар бойынша жан ұйықтағанда түс ретінде елес беріп қана қоймай, құс, қасқыр, түйе, жылқы секілді хайуандар түрінде де көрінуі ықтимал. Әдетте киелі саналатын аққу мен қарлығаш өлген адамның жаны ретінде дәріптеледі. Мұндай құстарды өлтіру адам өлтірумен барабармыз. Біздер қазақтар қарлығашты
жанымыздай жақсы көреміз, оны әулие санаймыз дейді өткен ғасырда қазақ қариясы орыс ғалымы Леваневскийге берген жауабында. Қарлығаштың жас шыға өз ұясына оралуы жақсылыққа жорылады. Қазанғап Байболовтың Қазақ СССР ғылым академиясының қолжазба қорында сақтаулы тұрған Төле би шежіресі деген дастанында Жаныс руының атақты биі Төле жоңғар шабуылы кезінде қарлығаштың шаңыраққа салған ұясын бұзғызбай күзетіп қалады. Қиратып жоймақ болып келген қалмақ ноянына би сабырмен. Біздің халқымыз ілкі заманнан қарлығашты қадір тұтады. Қарлығаш шаңырағымызды ялағаннан жақсылыққа жорып, әдетте көшімізді доғарып тастаушы едік. Ханыңа сәлем айт. Қарлығаштың балапандары қанаттанғанша шабуылын тоқтата тұрсын. Шабысуға қалған уақытта жетер деген екен. Сол кезден бастап Төле би ел арасында Қарлығаш би аталып кетіпті. Қарлығаш бидің күмбезі бүгінде Ташкент қаласының ортасында бой түзеген. Қазақ арасында көкек құсты да қастерлеу бар. Саха халқының бақсылары адам жаны көкек түрінде де кездеседі деп есептейді екен. Қазақтардың үкіні күйелі құс деп санауы да тегін емес. Үкі тұқымдас құстардың түнде тіршілік етуі, ескі там мен молаларды паналауы оларды ерекше қадір тұтуға себепші болды. Әдетте тазалық пен пәктіктің нышаны ретінде сәбилер мен арулардың киімдері мен төсек орнына үкінің қауырсандарын тағады. Осы орайда бұған керісінше құбылысты да айта кеткен жөн. Ел арасында кейбір құстарды залал санап өлтіріп тастайды. Осындай құстарға байғыз бен жарғанат жатады. Ел ұғымында бұлар жын шайтан иелері. Жарғанат қанатымен қаққан адам сырқатқа ұшырауы мүмкін мыс. Өлген адамның жанын ұшқан құспен теңеу түсінігі тарихта кең етек алғаны белгілі. Көне түркі жазбаларында өлім ұғымы ұштым деген мағынаны білдіреді. Ертедегі даламыздың оңтүстік қалаларынан табылған өлген адамның қаңқа сүйегін сақтайтын қыш құмыраларға салынған құс бейнелері мұндай түсініктің болғанын дәлелдейді. Егер жан материалды зат тәрізді болса, онда ол адамның әлде жануардың қай жерін мекендейді? Ертедегі адамдар жан дененің белгілі бір жеріне орналасады деп түсінген. Қазақ аңшылары аңның жаны мұрнының ұшында деп, сойыл соққанда қасқырдың, борсықтың әлде түлкінің тұмсығын көздейді. Ал кейбір жануарды жанды жері деп қолтығының астынан ұру бар. Жанды зат деп түсіну ол үнемі қозғалыста болады деп пайымдауға негіз береді. Жан адамның аузы, мұрны, құлағы арқылы сыртқары дүниемен қарым-қатынас жасап, кіріп шығып тұрадымыз. Жанның қоршаған дүниемен қатынасын жеңілдету мақсатымен моңғолдар танау және құлақ тесіктерін кәрі жіліктің маймен майлап қояды екен. Кәрі жілікті қазақтар да киелі санаған. Қазақ арасында қос жан туралы түсінікте орын алғаны байқалады. Қаңлы руының қазағы Көбей Тоқболатовтың осы мәселе жөніндегі мынандай бір пайымдау келтірілген. Әрбір адамда екі түрлі жан болады. Оның бірін рух рауан, кеспе жан, екіншісін рух сәкін, ажырамас жан деп атайды. Рух рауан адам денесіне кейде кіріп, кейде шығып жүреді. Рух рауан денеден шықса, адам ұйықтап кетеді, кірсе оянады. Рух сәкін бойымызға әбден дарыған, сіңген жан. Егер рух сәкін денемізден шығып кетсе, қайтып кірмейді. Онда адам өледі. Рух рауанның іс-әрекеті бізге түс болып көрінеді. Сонымен қазақ халқының жан туралы түсінігінің мәйегінде
ежелгі замандардағы адамдардың өмір мен өлім туралы пайымдаулары жатыр. Бұл пайымдауларға қарағанда жан мәңгілік, өлмейтін құбылыс. Бірақ мұндай түсінік халықтық көзқарас қалпында қалып, философиялық тұжырымға айнала қоймаған. Осы арада ескеретін бір жай, қазақтардың дәстүрлі көзқарасында әр адамның өзінің меншік жұлдызы, жаны болады. Адам туғанда жұлдыз пайда болып, өлгенде ағып түседі деп пайымдалатын түсінігі Платонның идеалистік философиясымен сабақтасып жатады. Халқымыздың түсінігінің таза философиялық жүйеге айнала алмауының көп себебі бар. Соның бірі жанның заттық сипатының даралана алмауы болып табылады. Қазақ ұғымында жан әлі де болса материалды, заттық сипатта. Жанның көптік белгісінен жан ұғымы негізінде жын, пері, періште, албасты, аруақ туралы түсінік туады. Қазіргі материалистік ілім жан туралы ескі діни түсінікті бекерге шығарып, оны мидың қызметі деп біледі.